Сосын Алла Тағала ақыреттен көрініс береді енді. Қиямет орнады, адамдардың барлығы жиналды. Сөйтіп Алла Тағала адамның ең қадірлі, дене мүшесіндегі қадірлі жері жүзі екен да, бет. Жүз, маңдайыңыз, көзіңіз орналасқан жеріңіз. Алла Тағаланың берген сізге бір абыройы бұл. Қадірі, сол қадірді мұсылман жығады Раббысының алдына. Раббым, мына жүзім сені мойындайды, мына көздер мойындайды депті. Өйткені бұл жүздер ертең қарайғысы келмейді қияметте. Қорқады. Сол үшін ол нұр жинайды Раббысының алдында. Сондықтан Алла Тағала қияметтегі көріністерге жүздер деп сөйлейді. Қараңыз. Уджуху яума изин надира. Ол күні бір жүздер, яғни мұхминдердің жүздері, ол күні бір жүздер. Надира. Қараңыздар. Бақытқа бөленгендіктен жарқырайды дейді. Бақытқа бөленгендіктен нұрланып жарқырайды дейді ол. Мерей үстем болады. Емтиханның бәрі аяқталды. Раббысының бағасын алды. Мерейлері көтерілген, жүздері жарқырайды. Не оны жарқыратып тұрған? Қараңыздаршы келесі аятқа. Иля роббиха назира. Олар Раббыларына қарайды дейді. Раббыларына қарап көз ала алмайды дейді Раббыларынан. Алла Тағала өз бір аятта айтқандай: "Ва ашрақатил арду бинури раббиха." Раббылары сотты бастағанда жер сол күні махшар Раббысының нұрмен жарқ етеді дейді. Раббысынан түскен Құранмен байланған мына жақтағы мұъминнің жүрегі де сәждемен әрбір амалына, аяттарына амал жасау арқылы нұрланған ана жүздер. Алла Тағала жүздеріне жарық береді. Нұр, жарық деген керемет. Көз ала алмайды Алла Тағаладан. Раббыларын көреді. Міне. Осы күнге дейін мұсылманның Раббымның ризалығы деген нәрсе қараңыздар қандай нәтижемен аяқталады қияметте. Міне, бұған жететін бақыт жоқ. Сол кезде, сол сәтте айтылатын альхамдулилля, құрметті жамағат, бұл дүниеде әлі ондай альхамдулилланы айтып көрген емеспіз ондай сезіммен. Міне солардың сол кезде айтатыны. Өйткені айтады олар: "Альхамдулиллахиллази садақана вa'даху." Бізге деген берген, мұъминдерге берген уәделерін растаған Алланы мақтаймыз. Міне жүздер. Раббыларына қарайды. Раббыларынан көз ала алмайды дейді. Міне бақыт, міне мерей деген нәрсе. Сол күн біздің уайымыз болу керек. Әрбір істеп жатқан амалың сол сәт үшін болу керек. Сол сәт солай аяқталу керек. Міне біздің жердің бетінде жүріп жатқан өміріміз не үшін берілген бізге? Әр кеудеде бір қиял, әр кеудеде бір арман. Кім не армандап жүргені? Міне сахабалардың армандаған нәрсесі. Міне сахабалардың уайымдаған нәрсесі. Міне оларды түнде ұйықтатпаған нәрсе. Қараңыз. Міне оларға күндіз амалдар істеткен нәрсе. Раббыларына қарау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, жаңағы хадистерінің бірінде: "Иза дахала ахлул жаннал жанна." Мынау қияметтегі көрініс қана бұл тек. Одан кейін жәннатта. Қараңыздар. Жәннаттықтар жәннатқа кірген кезде дейді: "Қол Аллаху табарака ва тағала." Сол кезде табарака ва тағала айтады дейді жәннаттықтарға: "Атуридуна шайъан наситукум." Қараңыздар. Жәннаттың ішіне кіріп қойған жәннаттықтарға айтады: "Қалайсыңдар ма? Тағы бір нәрсе қосайын ба сендерге? Тағы қосымша сыйлық берейін бе?" Сонда фаяқулуна, жәннаттықтар айтады дейді: "Алам тубаййит уджухана." Я Раббымыз, сол махшарда тұрғанда жүздерімізді ағарттың, нұр бердің. "Алам tudkhilnal janna." Жәннатқа кіргіздің бізді міне. "Ва тунаджина минан нар." Тозақтан құтқардың. Бұдан басқа қандай нәрсе? Раббымыз, сұрай аламыз біз сенен? Деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Қала фаяхшибул хижаба." Міне, ғайыптың пердесін ашады дейді Раббысы.
пайғамбарымыз айтады, Аллах тағала пердені ашады дейді. فَلَمْ يُعْطُوا شَيْئًا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ. Жәннаттықтарға берілген нәрселердің ішіндегі, жәннаттықтарға берілген нығметтердің ішінде дейді, Раббыларына қараудан сүйіктірек нәрсе болмайды дейді. Оған еш нәрсе жете алмайды дейді. Міне осы сәт, құрметті жамағат, әрбір сахабаның арманы болған осы. Әрбір олардан кейінгі әрбір ғасырда өткен салиқалы адамның уайымы осы болған. Осы сәт. Осы бақыт деп аталады асылы. Бақыт деген нәрсе осы. Зор жетістік деген нәрсе осы. Сондықтан Аллах Тағала осы нығметтен, осы нығметті бізге бергісі келіп тұрған Аллах Тағала айтады. Құранда аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Валлаху ядғу иля дарис салам ва яхди ман яшау иля сирати мустақим. Аллах Тағала сендерді сол бейбіт жұртқа, яғни жәннатқа, қараңыздар, сәлем деп аталатын жәннатқа, сәлемнің жұртына қарай шақырады дейді сендерді. Әрдайым бір аят түсірсе, сол жаққа шақырып жатыр сені. Басқа мақсат көзделмейді. Аят түсті ма, сол жаққа шақырып жатыр. Ол сол үшін түскен аят. Пайғамбарымыз салсам бір хадис айтты ма, ол сол үшін айтылған хадис. Басқа мақсат жоқ. Сол жаққа шақыра береді дейді сендерді. Тоқтамайды сендерді, шақыра береді. Ажал келгенге дейін. Қараңыз қандай рахымды. Сөйтіп, ва яхди ман яшау иля сирати мустақим. Кімді қаласа, оны түзу жолға қарай бастай салады дейді. Қараңыздар, рахымы қандай. Сосын сол жүзу жолға түсіп, Алла Тағаланың сәттілігімен небір жақсылықтарды, Алланың ризалығын іздеп, небір жақсылықтарды іске асырғандардың сауабын қараңыз. Лиллазина ахсанул хусна. Қараңыздар. Әрбір нәрсені менің дидарым үшін жасағандар дейді. Қараңыз. Оларға әл-хусна. Жәннат болады дейді. Ешкімнің көзі көріп көрмеген, ешкімнің құлағы естімеген, адамның жүрегіне ойына кіріп шықпаған нәрселерді белгілейтін, қамтыған жәннат. Сол жәннат оларға болады. Уазияда дейді. Және қосымша бір сый болады. Қосымша сый ол сол Раббыларына қараулары, Раббыларына қарап көз ала алмаулары. Міне.